Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі. Информатика пәнінің мұғалімі Сайлауова Дидар Әбдіғаппаровна. Сабақтың тақырыбы есептеулер үшін Microsoft Excel электрондық кестесін қолдану, графикалық нысандарды тұрғызу. Сабақтың мақсаты білім алушыларға Microsoft Excel электрондық кестесінде есептеулер жүргізуді, графикалық нысандарды тұрғызу арқылы сараптама жасауды үйрету. Дамытушылық білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін, назарын, ой өрісін және логикасын дамыту. Тәрбиелік, практикалық тапсырмалар арқылы информатика пәнін оқуға қызығушылығын арттыру. Бүгінгі сабақта үйренерміз. Microsoft Excel электрондық кестесі дегеніміз не? Microsoft Excel электрондық кестесі қандай есептеулерде қолданылады? Есептеулер үшін MS Excel электрондық кестесінде графикалық нысаналарды қалай тұрғызамыз? Электрондық кесте деген терминға көшсек, электрондық кесте дегеніміз жолдар мен бағаналардан тұратын кесте түрінде реттелген ақпаратты өңдеу бағдарламалар. Электрондық кесте функциялар мен формулаларды пайдалана отырып әртүрлі есептеулер жүргізеді. Нәтиже арқылы графикалық нысандарды, мәліметтерді статистикалық талдайды. Microsoft Excel бағдарламасы электрондық кестелер тобына жататын ең кең тараған бағдарламалық кестелердің бірі. MS Excel жай ғана бағдарлама ғана емес, көптеген математикалық амалдарды, күрделі есептеулер жеңілдету үшін пайдалануға беріледі. MS Excel электрондық кестесін экономика саласында ғана емес, ғылыми зерттеу, әкімшілік жұмыстарында да кеңінен қолдануға болады. Келесі өте қызықты бір тапсырманы орындасақ, ол жалақыны MS Excel электрондық кестесінде жалақыны есептеу кестесін құру. Есептеу нәтижелері бойынша гистограмма немесе дөңгелек диаграмма тұрғызу. Суретте барлық бастапқы деректер көрсетілген. Жалақыны қалай есептейміз? Жалақы қалай есептелінеді? Бұл сұрақтардың жауабын біз қазір тәжірибелік сабағымызда көрсететін боламыз, және де ол үшін келесі есептеу формулаларын қолданамыз. Сыйақы есептелген сома, табыс салығы қолға берілетін сома. Бізде Теңгиз жекеменшік кәсіпорынның қызметкерлер тізімі мен еңбекақы мөлшері берілген бұл тізімде. Еңбекақы мөлшерін қазір жазып шығатын боламын. Және де сыйақы мөлшері, білесіздер, әр жекеменшік кәсіпорынның сыйақы мөлшерлері әртүрлі болады, және табыс салығы көрсетілген. Бұл жерде біз сәуір айындағы жалақы, яғни сәуір айында қолға берілетін соманы есептейтін боламыз. Еңбекақы мөлшерлерін жазып шықсақ, енді бұның бәрі әрине теңгемен финансыға кіріп, теңге деген таңдаймыз. Еңбекақы мөлшері арқылы сыйақыны табамыз. Сыйақыны табамыз, сол үшін 20%-ға көбейтеміз. Еңбекақы мөлшерін 20%-ға көбейтеміз, сонда сыйақы мөлшері шығады. Есептелген сома окладқа, яғни еңбекақы мөлшеріне сыйақыны қосқанға қосамыз сыйақыны. Сонда бізде есептелген сома шығады. Табыс салығы осы есептелген сомадан алынады, яғни 10% ұстайды.
табыс салығын есептейміз. Қолға берілген сома есептелген сомадан табыс салығын алғандағы сома, ол біздің қолымызға түсетін жалақымыз. Яғни ата-анамыздың қолына түсетін жалақы, табыс салығын алғаннан кейінгі жалақы қолға түсетін жалақы болып есептелінеді. Білесіздер, еңбекақыны есептеу әр мекеменің өзінің қабылдаған штаттық кестесінің негізінде еңбекақыны төлеу жүйесі мен формасына сай жұмыс уақыт табелін толтыру арқылы жүзеге асады. Еңбекақы көлемін жұмыс беруші тағайындайды және оның мөлшері заңмен бекітілген ең аз төменгі жалақыдан төмен болмауы қажет. Қолға түсетін сома арқылы графикалық нысандар тұрғызамыз. Яғни тапсырмада көрсетілген гистограмма немесе диаграмма тұрғызыңыздар деген. Дөңгелек немесе диаграмма немесе гистограмма таңдауымыз керек. Ол мына жерде тұр, круговая деген таңдаймыз. Енді осының қолға берілетін соманың ақшасы тұр. Біз осымен тақырыбымызды Microsoft Excel электрондық кестесін пайдалана отырып электрондық экономикалық есептерді шығардық, бухгалтерия есептерін шығардық. Одан жалақыны қалай есептейтінімізді таптық. Енді сол арқылы диаграмма құрдық. Рахмет назар аударғандарыңызға.